Жас жігіт күтпеген жерден көрші егістікке құдықтың бір ғана қасық суын құя салды. Ол алыстай бергенде құрап қалған жүзім сабағы көзлеспес жылдамдықпен өсе бастады. Мұны байқамай қалған жігіт суды жай ғана қарапайым су деп ойлап, үлкен бір жұтым ішіп алды. Бірақ көп ұзамай жағдай мүлде өзгере бастады. Ол кенет бүкіл денесін шарпыған қатты ыстықты сезінді де, бір сәтте алып өрмекшінің торына оранғандай болды. Бірнеше секундтан кейін тордан босап шықты. Таңғаларлығы, оның күші 10 есе артқан еді. Ол еш қиындықсыз 500 келіден асатын тастарды көтере алатын болды. Сонда ғана ол мұның бәріне құдықтың суы себеп болғанын түсінді. Ол дереу қайта жүгіріп барып көз жеткізгісі келді. Таңданысын жасыра алмай, құдықтың үстінде алып жүзімдердің өсіп тұрғанын көрді. Қуаныштан бір дәнін үзіп алып, дәмін татты. Иісі керемет еді. Аузына салған сәтте бойына ерекше салқындық пен сергектік берді. Ол мұны базарға апарып сатса, байып кететінін түсінді. Солайша бірнеше шоқ жүзімді жинап, базарға барды. Басында адамдар 80 евро бір себетке арзан деп ойлады. Бірақ ол 80 евроны бір ғана шоққа сұраған естігенде бәрі антаң болды. Көпшілігі оны ақылынан адасқан деп ойлады. Сонда ол сатып алмас бұрын дәмін татып көруді ұсынды. Сиқырлы қасиетіне күмәнданған бір адам жүзімнің бір дәнін жеп көрді. Кенет өзін жұмаққа түскендей сезініп, көптен бері мазалап жүрген бел ауруы бірден жоғалып кетті. Ол бірден 5 шоқ сатып алды. Басқаларды алаяқтық деп ойлап көріп еді. Дәмі соншалықты керемет болғандықтан, жұрт бір-бірін итермелеп, жүзімді сатып алуға ұмтылды. Сол сәтте бір байдың басқарушысы өтіп бара жатып, қызығып бір шоқ сатып алып, оны миллиардерге апарды. Жүзімді жеген соң, миллиардердің тынысы жеңілдеп, дем алуы жақсарды. Таңғаларлығы, оның демікпесі жазылды. Ол дереу барлық жүзімді сатып алуды бұйырды. Бірақ жас жігіттің өнімі сол сәтте-ақ түгел сатылып кеткен еді. Көбірек ақша табу үшін ол түні бойы 2 акр жерді тазалап, түрлі көкөніс тұқымдарын екті де, бәрін құдықтың суымен суарды. Таңертең оянғанда көкөністер көз алдында өсіп тұрғанын көрді. Келесі күні алқап ірі қызанақтарға толып кетті. Құдық суының құпиясын сақтау үшін ол қызанақтарды тез жинап базарға апарды. Бұл жолы ол оларды килограмын 20 евродан сатты. Жанындағы бір сатушы мұндай бағаға ешкім алмайды деп сеніп, сатылса, өз қызанағымды өзім жеймін деп күлді. Осы кезде әлгі басқарушы тағы да келіп, қызанақтың дәмін татып көріп, оны жұмақтың жемісіндей деп бағалады. Ол барлық өнімді сатып алып, бұл жігіттің жерінен 1 тоннаға жуық қызанақ алынатын білді. Бірден 40 000 евро аударды. Жандағы сатушы сілейіп қалды. Жас жігіт байып кетуге болатынын түсінді. Бірақ күтпеген жерден оның курстастарының тобында сурет тарады. Онда оны нағыз жұмыс таппай, жеміс сатып жүр деп мазақтаған еді. Ол олардың кек хайп қуып жүргенін білді. Сондықтан бір күндік табысының скриншотын салды. Барлығы таңғалды. Кеше ғана оны кедей деп мазақтағандар енді кездесуді сұрап телефон соға бастады. Бірақ ол олардың 200-лігін көріп тұтқаны қоя салды.